Сәлем, ревью бағдарламасын бастаймыз. Қонаққа выступать етуге келдім. Арман мен Ашаның тойындағы құрметті қонақтардың қатарын MC Сайлаубек толықтырды. Той басқаруда тұяғымен сүрініп, шоу жасауда шалыс басуға арланбайтындар дәурені бізге қайдан келді? Бағжанған отандық инста-вайнерлердің көздегені не? Бэхэмдер отбасы дәулетімен Елизавета II Ханшайымның өзін басы бозды. Қазақстандық Сәмбике Миланда өткен Армани көрсетілімін ашты. Аша Матайға сырға салынды. Құрбыларына арнап пати өткізіп, сәл уақыттан соң ата-анасы қызын ұзатқан еді. Ұзағынан созылған бұл қуаныш өткен аптада Арман Қоңырбаевтың шаңырағындағы дүбірлі тоймен жалғасын тапты. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің басы қосылған бұл кештегі қонақтардың тізімінде MC Сайлаубек те бар. Араға апта салып жарасымды жұп Арман мен Ашаның тағы бір қуанышына ортақтастық. Бұл тойдың жөні бөлек. Себебі екі жастың ресми түрде ерлі-зайыпты атанған күні. Бұл думанда да әдеттегідей ақ дастархан басына жиналған жандардың басым көпшілігі өнер адамдары болды. Дәл осылай әсем әуен, әдемі әзіл жүректен шыққан ақ тілектер жас жұбайларға жолданды. Қыз жат жұрттық демекші, отандық шоу-бизнеске Аша Матай болып танылған Ақбота Асқарбекова дәл осы күннен бастап азан шақырып қойылған есімін қайтып алды. Үйге келін болмай тұрып Аша Матай деп білеміз. Маған келін болғалы бері мен қызымдай көрем, қасымда жанымда қызым тұр. Айгерім аты, Айгерім Ақбота менің қыздарым деп айтам. Ал Мұқасан Шахзадаев болса, көрерменге Мистерионс тобының әншісі ретінде танылған Арман Қоңырбаевтың футбол спортына деген қабілетін ерекше атап өтті. Өнер адамдарының жаңағы әлем чемпионаты болған кезде орыстарың бізге жаңағыдай Арманды, сен мынау әнші емес, мыналарың футболист, сендер футболист қостыңдар деп орыстардың бәле жапқаны бар бізге. Біз айтамыз, жаңағы ютубты қараңыздар, Мистерионс деген топ бұлар, соның ішінде Арман деген әншіміз деп. Таныстықтар алғашқыда футбол алаңында бастау алған Мистерионс тобының өзге жігіттері бұл тойда жауапкершіліктің жүгін арқалап, жігіт жолдастың қызметін атқаруда. Той жалпы өте тамаша өтіп жатыр, бәрі ойдағыдай, бәрі қуанышты, күліп жатыр, билеп жатыр. Негізі, бірақ жігіт жолдас болған кішкене қиындау түсті өткені таңертеңнен бастап ары бері жүру деген сияқты, барып келу, шауып келу деген сияқты жұмыстар, сосын тост айтып жатыр, бірақ ұзақ айтып жатыр, соған таршап кеттім ішкен. Бұл кешке келген қонақтар өнерлерін ортаға салу үшін тіпті кезекте тұрды. Өз кезегін күткендердің арасында MC Сайлаубек те болды. Қонаққа выступать етуге келдім. Шақырумен келдім, заказбен. По заказу келіп тұрмын. Осылайша өмірдегі ең маңызды әрі ерекше күндерін атап өткен жас жұбайлар қуанышына ортақтасып, конверт құшақтай келген қонақтарға алғыстарының шексіз екенін жеткізді. Әрине бүгін ең бақытты күндердің бірі біз үшін. Біз өте қуаныштымыз, өте бақыттымыз деп айтуға болады. Өнердегі достарымыз, ағаларымыз, бауырларымыз келіп отыр. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, ревью жаңалықтары. Тойдың боларынан боладысы қызық. Сөз бастаған шешендер заманын той бастаған асабаларға айырбастаған тұста ұтқанымыз да, ұяларымыз да бар әрине. Бүгінгі той бизнесін құраушылар қалыптастырған бұл мәдениеттің көші қайда бет түзеуде? 21 ғасырдағы қазақ тойының жаңа бейнесіне шолу жасап көрсек. Той халықтың қазынасы. Бұл нақыл тіл үшінде айтылғанымен бүгінгі қазақ тойларында ұсақ-түйек қоқыс қазына қатарына жатқызылып жүр. Ерекшелене білу жаңа ғасыр талабы. Тойда қызық жасауым қонағымның қалауы. Қош, бірақ әбестікті әдемілікке балаудан талай той есімен мейманның назалы. Айтылар сынның да ауырлау азабы. Тойдағы осы оғаштыққа кімдер жазалы? Барлығына себепкер өзінің тойшыл қазағы. Мәдениеті арқылы ұлттың дәстүріне, болмысына қатысты пікір қалыптасуы заңдылық. Қуанышымызға мықты асаба, шақырамыз жарғылып, кейде сенген асаба, қаратар жерге зарғылып. Сонда да еліміз тойшыл әрі әңгідік. Қыздан домбыра жасадық, бөксемен шар жардық. Тойымызда жалаңаштарға жол ашылғанда ғана қателікті аңғардық. Әр адамның өзінің талғамына байланысты, сондықтан бір тойды мәдениетті, я мәдениетсіз деп айту
дұрыс емес деп ойлаймын. Бастысы келген қонақтардың, той иелерінің, жалпы бүкіл тойдағылардың көңілінен шықса, соның өзі бір мәдениетті той деп айтуға да болатын шығар. Шақырған асаба шаттықтың болса шырайы, ойыны болса әдепті, сөзі болса шырайлы, той өтпек сонда шынайы. Көк жәшіктен жылт етіп бір көрінгенге той тізгінін сеніп тапсырған қожайын өзі жауапты. Сауығың салтанатымен үйлессе, ол үлгілі той санатында. Дегенмен, ырысымыз болған тойды кімге сеніп тапсырмақ керек? Серьезный тойлар болады енді. Енді әр жүргізушінің өзінің орны болады ғой. Сұраныс көп болу үшін, жаңа сіз сұрап кеткен, тойды мәдениетті жүргізу керек. Той үстінде тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімдер. Той үстінде есімізде тек тәтті күндер сақталсын. Той жүргізеріміз қонақпен жарасып, қу басымызды домалатар, қазынамыз сарқылмасын. Серік Ноянбайұлы, Рысбай Ақыш, Ревю жаңалықтары. 3 күн ойын, 3 түн тойын жасат деген осы шығар. Алатаудың бауырайында түркі тілдес халықтардың ұлттық музыкалық ансамбльдері арнайы айттай келді. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ғасырлар сазатты дәстүрлі музыкалық фестиваль қонақтары жандәуенге жаны құштар Алматы халқының ықыласына бөленген еді. Түбі бір тамырлас ағайындар әкелген той қоржынын ревюмен бірге ағытып көрсек. Соқ кей 3-4. Қанымыз бір, көңілді түрік бауырларымыз адайды Құрманғазы ұрпақтарынан кем ойнамайды. Кешегі алып түрік қағанатын мекен еткен бір адамның балалары бүгін өз алдына жеке шаңырақ болса да, достыққа ұласқан мұраттары ортақ. Ғасырлар сазы этнофестивалі өткен Жамбыл атындағы филармонияға ағылған алматылық қауымның ата өнерін аңсап жүргені жүректі жылытты. Ине шаншар орынның жоқтығы, қызыл жасыл киінген өнерлі жұрт, ұлттық аспаптар үнін тыңдауға келген көңілді көпшілік, бәрі жарасымда. Бұл екінші рет, екінші халықаралық деп есептеледі. Ғасырлар сазы. Бірінші халықаралық республикалық болды. Ол 2011 жылы болып өтті. Бас аяғы 500-600-ге жақын оның ішінде жаңағы орындаушылары бар. Үлкен ертең таңертеңнен кешке дейін осы жерде осы ойнап өздерінің өнерлерін көрсетеді. Фестивальге қатысуға өнер ұжымдары қырғыз, өзбек, түркия, башқұрт елінен ат басын бұрған. Құлақтан кіріп бойдалар, ұлттық музыкалық аспаптар шеруі келушілердің жүрегін тербеп, шымырлап бойына жайылды. Түркі тілдес елдердің ішінде бір-біріне ұқсас музыкалық аспаптар бар. Солардың бәрін деңгейін салыстыру. Ол қалай, осылардың бәрін ара-жігін ажыратып, осы сайысқа салып, ол тәжірибе алмасу бір жағынан. Ғасырлардың достығының, тарихының ізін ұлттық аспабынан іздеген ел жаңылмас. Фестиваль аясында 11 ансамбль лауреат атанды. Ахмет Жұбанов, Болат Сарыбаев атындағы сыйлықтарда өз иелерін тапты. Бәйге емес, киелі өнер деп бас қосқан өнерпаздар да ағынан жарылып жатты. Барды қазақ елін бүгінгі майрамменен, чоң майрамменен құттықтаймыз шын жүрегімізден. Сіздерге ынтымақ қалаймыз. Жана ушул фестивальға келген бардық қатысушыларға чоң игіліктерді қалаймыз. Ғасырлар сазы фестивалі өте орынды атау. Түркітілдес халықтар музыкалық аспаптарға бай болып келеді. Мәдени қазынасы ғасырлар бойына жинақталған. Алматы қаласы әкімінің сыйлығын Астана қалалық Нұрлан Хамзин жетекшілік ететін Сарыарқа ансамблі жеңіп алды. Көргенді таңырқатып, құлақтың құрышын қандырған думанды байқау бұдан былай халықаралық деңгейде өтіп тұрмақ. Жүректен шыққан халық музыкасына қашанда жүректердің төрінде орын бар. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Абдуалиев, Юлдаш Құдайбергенов, Ревю жаңалықтары. Әйгілі Джорджио Арманиді мойындату үшін отандық модель Бибісара Шәріпова талай сыннан сүрінбей өтті. Милан сән апталығында әйгілі дизайнердің көрсетілімін ашу құрметі қазақ аруына бұйырған екен. Эмпория Армани ұсынған топтаманың басты элементі алғызыл қысқа жейдеде бейнеленген екі езуі құлағына жететін мына бір смайл. Енді Бибидің әлемдік подиумға көтерілген әр сәті сәнқойлардың жіті назарында болмақ. Себебі әйгілі дизайнерлердің көрсетілімін ашу және жабу құрметі екінің біріне бұйыра бермейтіні белгілі. Бұл Бибісараның сән әлеміндегі бастамасы ғана екенін ескере кеткен жөн. Дольче & Габбана қазақстандық сәнбикенің қызметіне жүгінбеді, дегенмен бұл жерде басты назар тұлғаларға емес топтаманың өзіне бағытталды. Ашық жарқын түстерге толы коллекция керемет әсер береді. Бұл сән желісінің ұраны Италия менің махаббатым. Сол сезімге берілген сәнбикелер дефиле кезінде селфи жасаудан да еш тартынбады.
Марни бренді келер жылдың көктемінде былғардан тігілген алжапқыш сәнге енеді деп, оған қоса кез келген образды тек осы аксессуардың көмегімен толықтыру керек екенін алға тартты. Аталмыш сән үйі жайтабан аяқ киім, түрлі түстердің үйлесімімен жасанды кірпік болса болды. Өзіңізді сәнқойлардың алдымын деп есептей беріңіз дейді. Миссони сәнгерлері де дәл осы көзқарасты ұстанды. Тек айырмашылығы көйлекті спорттық үлгідегі аяқ киіммен кию және сүрменің орнына көзге арналған ашық түсті бояу қолдану ұсынып отыр. Қызыл костюм мен көгілдір реңкті макияж. Ендігәрі талғамсыздықтың көрінісі емес, сәнді үрдіс. Биыл Kazakhstan Fashion Week еуропалық сән апталықтарының үлгісі бойынша өткізілмек. Отандық дизайнерлер топтамасын түрлі локацияда ұсынатын болады. Яғни, ең басты фэшн шараға бірнеше тарихи ғимарат таңдалған. Ал сән жанкүйерлеріне барлық көрсетілімге үлгеру үшін қазірден бастап жүгіруге машықтана берсе артықтық етпес. Сән апталығының прет-а-порте көрсетілімдері биыл Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында өтпек. Қонақтар галереяға келгендей әсер алады дейді ұйымдастырушылар. Тек инсталляцияларда топтамаларды таныстыратын сәнбикелер алмастырмақ. Ал КФВ-ның шоурумы мен екінші локациясы Қазақстан қонақ үйінде орналасатын болады. Апталықтың подиумын отандық дизайнерлермен қоса Грузия, Италия, Ресей, Өзбекстан, Украина және франциялық сәнгерлер бөліспек. Қарлығаш деген құсқа арнап тігілген топтама. Қай үйде қарлығаш өзінің ұясын қойды, сол үйге бақыт келеді деп. Сондай соны ойлап, енді әр әйел біздің киімімізді алған әйел сондай бақытты болсын деп жасаған коллекциямыз. Қазақстан Fashion Week аясында биыл 5-ші рет жас сәнгерлер бақ сынайтын болады. Опоной 2015-ке 300-ден аса қатысушы ниет білдірген. Италиялық мамандар бастаған қазылар алқасы сәнгер студенттердің үздігін таңдайтын болады. Ең алдымен адам сурет сала білу керек. Жаңа өзінің ойын қағаз арқылы, киім арқылы қағазға түсіре білу керек. Опоновейде мысалы жаңа ботокзап айтқанда 24 үміткер қатысады. Соның әрине біреуі ғана гран-приін алады. Ол келесі жылы көктемде өтетін сән апталығында бізбен бірге тегін қатыса алады. Сән апталығына қатыспас бұрын жас дизайнерлер Италия мамандарының шеберлік сабақтарына қатысып, тың топтамаларын солардың кеңесімен жасайтын болады. Азема Сейфулла, Юлдаш Құдайбергенов, ревю жаңалықтары. Бұл ревю біз жалғастырамыз. Жарнама Бэхэмдердің қалтасын күнге қалыңдатып келеді. Жаниясымен осы іс арқылы пайда табуға әбден машықтанып алған олар осы күнге дейін 500 миллиард фунт стерлинг тапқан көрінеді. Бұл корольдік отбасының отанасы Елизавета II-нің қаржысынан әлде қайда көп. Бэхэмдердің отбасылық бюджетіне мұншама табыс алып келген олардың үлгілі жанұя болуға деген талпыныстары. 4 баласының әрбір басқан қадамынан жаңалық жасап, өздерінің де есімдері халық талқысынан түспеуін жіті қадағалауының арқасында алпауыт компаниялардың бет бейнесіне айнала алды. Соның арқасында бар байлығы 340 миллиард фунт стерлингке бағаланған ханшайым Елизавета II-ні басы бозған. Бэхэмдер отбасының ізімен Тейлор Свифтті жүріп көрмек. Әуелі әнші диджей Келвин Харриске тұрмысқа шықпақшы. Тіпті жұлдызды жұп тойларына $2 миллион қаржы жұмсаймыз деп отыр. Ал салтанатты кешті өткізу үшін Лондонның ең қымбат қонақ үйлерінің бірі таңдалған. Көп балалы отанасы атануда Тейлордың жақын болашаққа құрған жоспарларының бірі. Майли Сайрус шаңырақ көтерудің жайында мол қаржы табудың қамында күйттеп жүрген жоқ. Әншінің бар арманы Кардашьян Уэст отбасымен жақынырақ араласу. Осы мақсатын жүзеге асыру үшін Майли жұлдызды жұптың жеке жайының жанынан үй сатып алыпты. Жаңа мекенге қоныс аудара салысымен Сайрус ханым ағылшындардың көршілермен танысу дәстүрін сылтауратып, Ким мен Каньенің үйіне қонаққа барған. Тек үй иелерінің орнын сипап қалыпты. Бірақ жақын күндері бұл олқылықтың орнын толтыруға белін бекем буып қайта кіріспек. Эва Мендестің қарқыны қатты. Кино жұлдыз Райан Гослингті бір жола тастап кетпек. Ол сүйіктісінің ортақ қыздары Эсмеральданың да өмірінен сызып тастауға құлықты. Сол себепті де күнделікті сәнгерлердің табалдырығын тоздырып жүрген көрінеді. Азема Сейфулла, ревю жаңалықтары. Далада еш алаңсыз жүгіру бір бөлек, ал көп қабатты ғимараттағы баспалдақпен жүгірудің жүгі 2 есе ауыр. Спортты жанына серік етіп, салауатты өмір салтын ұстанатын жандар демалыс күндері бірінші вертикалды жүгіру шарасын өткізді.
Жас ерекшеліктеріне қарай бақ сынаған спортшылардың бәсекесіне біздің тілшілер де барып қайтқан болатын. Вертикалды жүгіру додасында бақ сынауға үмітті жандар бұл күні таңертеңнен ерте тұрып, бірден дене қыздыру жаттығуларына кірісіп кетті. Бұл сайысқа қатысатындар кәсіби болмаса әуесқой спортшылар деп бөлінбейді. Салауатты өмір салтын жанына серік еткендердің барлығы өнерін ортаға салады. Сонымен уақыт келіп көптен күткен жүгіру жарысы да басталды. Бұл сайыста биікке жүгіретін желаяқтар 23 қабатты ғимараттағы 600 баспалдақты артта қалдырып, әлемдік көрсеткіштерді жаңартуға бел буды. Қазіргі таңда салауатты өмір салтын ұстанатын жандардың көпшілігі спортпен айналысқанмен оның жемісін көре алмайды. Ал біз ұйымдастырған вертикалды жүгіру сайысы олардың жеңіске жетіп, жүлделі орындарға ие болуына септігін тигізеді. Қазақстан тарихында алғаш рет өткізіліп отырған спорт сайысында 100-ден астам үміткер бақ сынады. Әртүрлі категорияда додаға түскен әуесқой спортшылардың ішінде жасы 68-ге келген қария да бой көрсетті. Марат Балтабаев есімді жеңіл атлетші 600 баспалдақты 3 минут 41 секундта бағындырған. 68 марафон жүгірдім, 42 шақырым 195 метр. Вообще ғұмырымда мен көптен жүгіріп келеді бала кезімнен. Общий объем менің это 140 мың шақырым. Жерді мен үш айналып сияқты болдым. Ал әйелдер жарысында 36 мен 45 жас аралығындағы қатысушылардан Алма Рулас бірінші орынды еншіледі. Это не мой профиль. Жалпы мен жүгіруден кәсіби маман емеспін, велошабандозбын, бірақ ең бастысы ниет болуы керек. Нәтижесінде осындай жетістікке қол жеткіздім. Сондықтан барлықтарыңызға спортпен шұғылдануға кеңес беремін. Я желаю всем заниматься спортом. Биыл бірінші жалауын көтерген аталмыш жарыс алдағы уақытта жыл сайын өтетін спорт додасына айналмақ. Серікқазы Аязбаев, Ерлан Абдуалиев, Никита Хасанов, ревью жаңалықтары. Кез келген адам саяхаттағанды жақсы көреді. Арманына асыққандар тіпті ешқандай тосқауылды елемей, жаяу болса да жолға шығады екен. Біздің тілшілер Қазақстан арқылы аспан асты еліне бет алған украиналық жолаушылармен жүздесті. Украиналық ерлі зайыпты азаматтар бұған дейін де бірнеше рет сапарлатқан көрінеді. Алғашында автомен, кейін жаяу жолға шыққан олар бұл жолы армандарына велосипедпен жетуді көздепті. Мы любим путешествовать. Біз саяхатты жақсы көреміз. Басты арманымыз әлемнің барлық жерін аралап көзбен көру. Андрейдің негізгі мамандығы музыкант, ал жұбайы ағылшын тілінен дәріс береді, бірақ олардың ортақ мақсаты әлемді аралау. Путешествовать это недорого, это не сложно. Адамдар тегін саяхаттан қорықпауы керек. Оған тіпті ақшаның жоқтығы да әсер етпейді. Бұл қиын емес. Денсау адам болса жеткілікті. Жолда қызықты жайттар көп болады. Түрлі адамдармен танысасың. Украиналық азаматтар Ресей арқылы Қазақстан жеріне жеткен еліміздің бірнеше қаласын аралап, сапарларын енді аспан асты елінде жалғамақ. Мы едем на юг. Біз оңтүстікке қарай бет аламыз. Суыққа осылай төтеп беруді жоспарлап отырмыз. Қазақстан қатты ұнады, халқы өте қонақжай, ал жолдары өте ыңғайлы. Дегенмен Алматыдағы велосипедшілерге арналған жолмен жүріп өткен саяхатшылар күтпеген жайтқа тап болды. Абай даңғылы мен Абылай хан көшелерінің қиылысында кенеттен үзілген веложолды айналып өтуге тура келді. Мы уже видели такого типа. Біз үшін бұл жағдай таңсық емес. Себебі Румынияда жүргенімізде веложолдың қақ ортасында ағаш өсіп тұрғанын көрдік. Мұндай жерлерге арнайы өтетін жағдай жасалу керек деп ойлаймыз. Табанынан тозатын туристерді әр елде әртүрлі қабылдайды екен. Қонақтарды алдымен қазақстандықтардың жылы шырайы қуантыпты. Саяхатшыларға деген жағымды көзқарас ел тұрғындарының көзі ашық азаматтар екенін аңғартты дейді олар. Әлемді тегін аралауға қызықсаңыз, қиялыңызға қанат бітіру қашанда кеш емес. Абай Түзелбай, Никита Хасанов, Рысбай Ақыш, ревью жаңалықтары. Қазіргі таңда танымалдыққа талпынғандар өте көп. Біреулер күні-түні талмай еңбек етсе, енді біреулер 15 секундтық видео түсіріп ақ жұрт ықыласына бөленіп жүр. Әңгіме қазақстандықтардың ермегіне айналған вайндар турасында. Қысқа видео сыйлаған танымалдықтың ғұмыры қандай болар екен? Қазір тас лақтырсаң вайнер кететін заман болды. Әлеуметтік желінің мүмкіндігін кеңінен пайдаланып танымал болуды көксегендер күн санап артып келеді. Основаны мы были в марте. Өткен жылдың наурыз айында вайн түсіріп бастадық. Бүгінгі таңда Инста аккаунтымыз 310 мыңнан астам юзердің назарында. Вайнер болу асқан кәсібилікті талап етпейді дейді QX'нің жігіттері. Ойыңызды әзілмен ұштастырып, сенімді серігіңізге айналған смартфонның камерасына жүгінсеңіз жетіп жатыр. Дайын видеоны ғаламторға жарияласаңыз болды.
әп-сәтте жұлдыз боп шыға келесіз. Буквально минут. Оған көп уақыт қажет емес. Монтажды қосқанда шамамен 20 минут жеткілікті. Кейде одан да аз уақытта керемет вайндарды түсіретін кездер болады. Өмірде кездескен қызықты оқиғаларын 15 секундқа сыйдырумен мыңдаған жанның көңілінен шығатын вайнерлер өз жанкүйерлерімен жүздесті. Күн сайын Инстаграмнан ғана көретін жұлдыздармен сауық кешін бірге өткізген олар әлеуметтік желілеріне есеп беру үшін фотоға түсуді де ұмыт қалдырмады. Әрине күнде шыққан әр видеоларын көріп тұрам. Өзіме ұнайды, қызық, барлық вайнерлерге подписымын. Вайнерлердің ықыласқа бөленуі халық арасындағы қит еткен жағдайды ұтымды жолмен жеткізуінде. Көпшілік оларды сол қасиеті үшін қадірлейтін көрінеді. Каждой личности Әрбір адамның ерекше дарыны мен қабілеті болады ғой. Вайнерлердің көпшілігі әзілді жеткізудің төте жолын біледі. Сондықтан да олар осындай танымалдылыққа ие деп айта аламын. Бүгінде смартфондағы арнайы қосымша көмегімен видео түсіріп, тез танылып жатқандар қатары артып келеді. Дегенмен, арзанның сорпасы татымайтынын ескеріп, қысқа видеоның сыйлаған жұлдызды кезеңінің де ұзақ болмайтынын есте ұстайық. Абай Түзелбай, Никита Хасанов, ревью жаңалықтары. Ревью бағдарламасы осымен бүгінгі эфирін аяқтайды. Есім менің Нұрсұлтан Есжан. Келесі көріскенше аман, сау болыңыздар. Миссони сәнгерлері де дәл осы көзқарасты ұстанды. Тек айырмашылығы көйлекті спорттық үлгідегі аяқ киіммен кию және сүрменің орнына көзге арналған ашық түсті бояу қолдану ұсынып отыр. Қызыл костюм мен көгілдір реңкті макияж. Ендігәрі талғамсыздықтың көрінісі емес, сәнді үрдіс. Биыл Kazakhstan Fashion Week еуропалық сән апталықтарының үлгісі бойынша өткізілмек. Отандық дизайнерлер топтамасын түрлі локацияда ұсынатын болады. Яғни, ең басты фэшн шараға бірнеше тарихи ғимарат таңдалған. Ал сән жанкүйерлеріне барлық көрсетілімге үлгеру үшін қазірден бастап жүгіруге машықтана берсе артықтық етпес. Сән апталығының прет-а-порте көрсетілімдері биыл Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында өтпек. Қонақтар галереяға келгендей әсер алады дейді ұйымдастырушылар. Тек инсталляцияларда топтамаларды таныстыратын сәнбикелер алмастырмақ. Ал КФВ-ның шоурумы мен екінші локациясы Қазақстан қонақ үйінде орналасатын болады. Апталықтың подиумын отандық дизайнерлермен қоса Грузия, Италия, Ресей, Өзбекстан, Украина және франциялық сәнгерлер бөліспек. Қарлығаш деген қысқа арнап тігілген топтама. Қай үйде Қарлығаш өзінің ұясын қойды, сол үйге бақыт келеді деп. Сондай соны ойлап, енді әр әйел, біздің киімімізді алған әйел, сондай бақытты болсын деп жасаған коллекциямыз. Қазақстан Fashion Week аясында биыл 5-ші рет жас сәнгерлер бақ сынайтын болады. Опыны 2015-ке 300-ден аса қатысушы ниет білдірген. Италиялық мамандар бастаған қазылар алқасы сәнгер студенттердің үздігін таңдайтын болады. Ең алдымен адам сурет сала білу керек. Жаңа өзінің ойын қағаз арқылы, киім арқылы қағазға түсіре білу керек. Опыновыйде, мысалы, жаңа Ботакөз апай айтқанда 24 үміткер қатысып, соның әрине біреуі ғана гран-приін алады. Ол келесі жылы көктемде өтетін сән апталығында бізбен бірге тегін қатыса алады. Сән апталығына қатыспас бұрын жас дизайнерлер Италия мамандарының шеберлік сабақтарына қатысып, тың топтамаларын солардың кеңесімен жасайтын болады. Азема Сейфулла, Юлдаш Құдайбергенов, ревью жаңалықтары. Бұл ревью біз жалғастырамыз. Жарнама Бэхэмдердің қалтасын күнге қалыңдатып келеді. Жанұясымен осы іс арқылы пайда табуға әбден машықтанып алған олар осы күнге дейін 500 миллиард фунт стерлинг тапқан көрінеді. Бұл корольдік отбасының отанасы Елизавета II-нің қаржысынан әлде қайда көп. Бэхэмдердің отбасылық бюджетіне мұншама табысты алып келген олардың үлгілі жанұя болуға деген талпыныстары. 4 баласының әрбір басқан қадамынан жаңалық жасап, өздерінің де есімдері халық талқысынан түспеуін жіті қадағалауының арқасында алпауыт компаниялардың бет бейнесіне айналды. Соның арқасында бар байлығы 340 миллиард фунт стерлингке бағаланған ханшайым Елизавета II-ні басы бозған. Бэхэмдер отбасының ізімен Тейлор Свифтті жүріп көрмек. Әуелі әнші диджей Келвин Харриске тұрмысқа шықпақшы. Тіпті жұлдызды жұп тойларына $2 миллион қаржы. Филармонияға ағылған алматылық қауымның ата өнерін аңсап жүргені жүректі жылытты. Ине шаншар орынның жоқтығы, қызыл жасыл киінген өнерлі жұрт, ұлттық аспаптар үнін тыңдауға келген көңілді көпшілік, бәрі жарасымда. Бұл екінші рет, екінші халықаралық деп есептеледі қазылар алқасы. Бірінші халықаралық республикалық болды. Ол
2011 жылы болып өтті. Бас аяғы 500-600-ге жақын оның ішінде жаңағы орындаушылары бар. Үлкен ертең таңертеңнен кешке дейін осы жерде осы ойнап өздерінің өнерлерін көрсетеді. Фестивальге қатысуға өнер ұжымдары қырғыз, өзбек, түркия, башқұрт елінен ат басын бұрған, құлақтан кіріп бойдалар, ұлттық музыкалық аспаптар шеруі келушілердің жүрегін тербеп, шымырлап бойына жайылды. Түркі тілдес елдердің ішінде бір-біріне ұқсас музыкалық аспаптар бар. Солардың бәрін деңгейін салыстыру. Ол қалай осылардың бәрін ара-жігін ажыратып, осы сайысқа салып, ол тәжірибе алмасу бір жағынан. Ғасырлардың достығының, тарихының ізін ұлттық аспабынан іздеген ел жаңылмас. Фестиваль аясында 11 ансамбль лауреат атанды. Ахмет Жұбанов, Болат Сарыбаев атындағы сыйлықтар да өз иелерін тапты. Бәйге емес, киелі өнер деп бас қосқан өнерпаздар да ағынан жарылып жатты. Барды қазақ елін бүгінгі майрамменен, чоң майрамменен құттықтаймыз шын жүрегімізден. Сіздерге ынтымақ қалаймыз. Және ушул фестивальға келген барлық қатысушыларға чоң игіліктерді қалаймыз. Ғасырлар сазы фестивалі өте орынды атау. Түркітілдес халықтар музыкалық аспаптарға бай болып келеді. Мәдени қазынасы ғасырлар бойына жинақталған. Алматы қаласы әкімінің сыйлығын Астана қалалық Нұрлан Хамзин жетекшілік ететін Сарыарқа ансамблі жеңіп алды. Көргенді таңырқатып, құлақтың құрышын қандырған думанды байқау бұдан былай халықаралық деңгейде өтіп тұрмақ. Жүректен шыққан халық музыкасына қашанда жүректердің төрінде орын бар. Серік Ноянбайұлы, Ерлан Абдуалиев, Юлдаш Құдайбергенов, ревю жаңалықтары. Әйгілі Джорджио Арманиді мойындату үшін отандық модель Бибісара Шәріпова талай сыннан сүрінбей өтті. Милан сән апталығында әйгілі дизайнердің көрсетілімін ашу құрметі қазақ аруына бұйырған екен. Эмпория Армани ұсынған топтаманың басты элементі алғызыл қысқа жейдеде бейнеленген екі езуі құлағына жететін мына бір смайл. Енді Бибидің әлемдік подиумға көтерілген әр сәті сәнқойлардың жіті назарында болмақ. Себебі әйгілі дизайнерлердің көрсетілімін ашу және жабу құрметі екінің біріне бұйыра бермейтіні белгілі. Бұл Бибісараның сән әлеміндегі бастамасы ғана екенін ескере кеткен жөн. Дольче & Габбана қазақстандық сәнбикенің қызметіне жүгінбеді, дегенмен бұл жерде басты назар тұлғаларға емес топтаманың өзіне бағытталды. Ашық жарқын түстерге толы коллекция керемет әсер береді. Бұл сән желісінің ұраны Италия менің махаббатым. Сол сезімге берілген сәнбикелер дефиле кезінде селфи жасаудан да еш тартынбады. Марни бренді келер жылдың көктемінде Бұлғардан тігілген алжапқыш сәнге енеді деп, оған қоса кез келген образды тек осы аксессуардың көмегімен толықтыру керек екенін алға тартты. Аталмыш сән үйі жайтабан аяқ киім, түрлі түстердің үйлесімі мен жасанды кірпік болса болды. Өзіңізді сәнқойлардың алдымын деп есептей беріңіз дейді. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, ревю жаңалықтары. Тойдың боларынан боладысы қызық. Сөз бастаған шешендер заманын той бастаған асабаларға айырбастаған тұста ұтқанымыз да, ұяларымыз да бар әрине. Бүгінгі той бизнесін құраушылар қалыптастырған бұл мәдениеттің көші қайда бет түзеуде? 21 ғасырдағы қазақ тойының жаңа бейнесіне шолу жасап көрсек. Той халықтың қазынасы. Бұл нақыл тіл үшінде айтылғанымен бүгінгі қазақ тойларында ұсақ-түйек қоқыс қазына қатарына жатқызылып жүр. Ерекшелене білу жаңа ғасыр талабы. Тойда қызық жасауым, қонағымның қалауы. Қош, бірақ әбестікті әдемілікке балаудан талай той есімен мейманның назалы. Айтылар сынның да ауырлау азабы. Тойдағы осы оғаштыққа кімдер жазалы? Барлығына себепкер өзінің тойшыл қазағы. Мәдениеті арқылы ұлттың дәстүріне, болмысына қатысты пікір қалыптасуы заңдылық. Қуанышымызға мықты асаба, шақырамыз жарғылып, кейде сенген асаба, қаратар жерге зарғылып. Сонда да еліміз тойшыл әрі әңгідік. Қыздан домбыра жасадық, бөксемен шар жардық. Тойымызда жалаңаштарға жол ашылғанда ғана қателікті аңғардық. Әр адамның өзінің талғамына байланысты, сондықтан бір тойды мәдениетті, я мәдениетсіз деп айту
дұрыс емес деп ойлаймын. Бастысы келген қонақтардың, той иелерінің, жалпы бүкіл тойдағылардың көңілінен шықса, соның өзі бір мәдениетті той деп айтуға да болатын шығар. Шақырған асаба шаттықтың болса шырайы, ойыны болса әдепті, сөзі болса шырайлы, той өтпек сонда шынайы. Көк жәшіктен жылт етіп бір көрінгенге той тізгінін сеніп тапсырған қожайын өзі жауапты. Сауығың салтанатымен үйлессе, ол үлгілі той санатында. Дегенмен, ырысымыз болған тойды кімге сеніп тапсырмақ керек? Серьезный тойлар болады енді. Енді әр жүргізушінің өзінің орны болады ғой. Сұраныс көп болу үшін, жаңа сіз сұрап кеткен, тойды мәдениетті жүргізу керек. Той үстінде тәтті күнде, жашыбайлар шат күлімдер. Той үстінде есімізде тек тәтті күндер сақталсын. Той жүргізеріміз қонақпен жарасып, қу басымызды домалатар, қазынамыз сақылмасын. Серік Ноянбайұлы, Рыспай Ақыш, ревью жаңалықтары. 3 күн ойын, 3 түн тойын жасат деген осы шығар. Алатаудың баурайында түркі тілдес халықтардың ұлттық музыкалық ансамбльдері арнайы айттай келді. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ғасырлар сазатты дәстүрлі музыкалық фестиваль қонақтары жанда өңге жаны құштар Алматы халқының ықыласына бөленген еді. Түбі бір тамырлас ағайындар әкелген той қоржынын ревюмен бірге ағытып көрсек. Son 2, 3, 4. Қанымыз бір, көңілді түрік бауырларымыз адайды Құрманғазы ұрпақтарынан кем ойнамайды. Кешегі алып түрік қағанатын мекен еткен бір аданың балалары бүгін өз алдына жеке шаңырақ болса да, достыққа ұласқан мұраттары ортақ. Ғасырлар сазы этнофестивалі өткен Жамбыл атындағы. Сәлем, ревю бағдарламасын бастаймыз. Қонаққа выступать етуге келдім. Арман мен Ашаның тойындағы құрметті қонақтардың қатарын MC Сайлаубек толықтырды. Той басқаруда тұяғымен сүрініп, шоу жасауда шалыс басуға арланбайтындар дәурені бізге қайдан келді? Бағжанған отандық инста-вайнерлердің көздегені не? Бэхэмдер отбасы дәулетімен Елизавета екінші ханшайымның өзін басы бозды. Қазақстандық сәмбике Миланда өткен Армани көрсетілімін ашты. Аша Матайға сырға салынды. Құрбыларына арнап пати өткізіп, сәл уақыттан соң ата-анасы қызын ұзатқан еді. Ұзағынан созылған бұл қуаныш өткен аптада Арман Қоңырбаевтың шаңырағындағы дүбірлі тоймен жалғасын тапты. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің басы қосылған бұл кештегі қонақтардың тізімінде MC Сайлаубек те бар. Араға апта салып жарасымды жұп Арман мен Ашаның тағы бір қуанышына ортақтастық. Бұл тойдың жөні бөлек. Себебі екі жастың ресми түрде ерлі зайыпты атанған күні. Бұл думанда да әдеттегідей ақ басына жиналған жандардың басым көпшілігі өнер адамдары болды. Дәл осылай әсем әуен әдемі әзіл жүректен шыққан ақ тілектер жас жұбайларға жолданды. Қыз жат жұрттық демекші отандық шоу-бизнеске Аша Матай болып танылған Ақбота Асқарбекова дәл осы күннен бастап азан шақырып қойылған есімін қайтып алды. Үйге келін болмай тұрып Аша Матай деп білеміз. Маған келін болғалы бері мен қызымдай көрем, қасымда жанымда қызым тұр. Айгерім аты, Айгерім Ақбота менің қыздарым деп айтамын. Ал Мұқасан Шахзадаев болса, көрерменге Мистерионс тобының әншісі ретінде танылған Арман Қоңырбаевтың футбол спортына деген қабілетін ерекше атап өтті. Өнер адамдарының жаңағы әлем чемпионаты болған кезде орыстарың бізге жаңағыдай Арманды, мынау әнші емес, мыналарың футболист, сендер футболист қостыңдар деп орыстардың бәле жапқаны бар бізге. Біз айтамыз, жаңағы ютубты қараңыздар, Мистерионс деген топ бұлар, соның ішінде Арман деген әншіміз деп. Таныстықтар алғашқыда футбол алаңында бастау алған Мистерионс тобының өзге жігіттері бұл тойда жауапкершіліктің жүгін арқалап, жігіт жолдастың қызметін атқаруда. Той жалпы өте тамаша өтіп жатыр, бәрі ойдағыдай, бәрі қуанышты, күліп жатыр, билеп жатыр. Негізі, бірақ жігіт жолдас болған кішкене қиындау түсті өткені. Таңертеңнен бастап ары бері жүру деген сияқты, барып келу, шауып келу деген сияқты жұмыстар, сосын тост айтып жатыр, бірақ ұзақ айтып жатыр, соған қаршап кеттім кішкене. Бұл кешке келген қонақтар өнерлерін ортаға салу үшін тіпті кезекте тұрды. Өз кезегін күткендердің арасында MC Сайлаубек те болды. Қонаққа выступать етуге келдім. Шақырумен келдім, заказбен. По заказу келдім.
Осылайша өмірдегі ең маңызды әрі ерекше күндерін атап өткен жас жұбайлар қуанышына ортақтасып, конверт құшақтай келген қонақтарға алғыстарының шексіз екенін жеткізді. Әрине бүгін ең бақытты күндердің бірі біз үшін. Біз өте қуаныштымыз, өте бақыттымыз деп айтуға болады. Өнердегі достарымыз, ағаларымыз, бауырларымыз келіп отыр. Жұмсаймыз деп отыр. Ал салтанатты кешті өткізу үшін Лондонның ең қымбат қонақ үйлерінің бірі таңдалған. Көп балалы отанасы атануда Тейлордың жақын болашаққа құрған жоспарларының бірі. Майли Сайрус шаңырақ көтерудің жайында мол қаржы табудың қамында күйттеп жүрген жоқ. Әншінің бар арманы Кардашьян Уэст отбасымен жақынырақ араласу. Осы мақсатын жүзеге асыру үшін Майли жұлдызды жұптың жеке жайының жанынан үй сатып алыпты. Жаңа мекенге қоныс аудара салысымен Сайрус ханым ағылшындардың көршілермен танысу дәстүрін сылтауратып, Ким мен Каньенің үйіне қонаққа барған. Тек үй иелерінің орнын сипап қалыпты. Бірақ жақын күндері бұл олқылықтың орнын толтыруға белін бекем буып қайта кіріспек. Эва Мендестің қарқыны қатты. Кино жұлдыз Райан Гослингті бір жола тастап кетпек. Ол сүйіктісінің ортақ қыздары Эсмеральданың да өмірінен сызып тастауға құлықты. Сол себепті де күнделікті заңгерлердің табалдырығын тоздырып жүрген көрінеді. Адема Сейфолла, ревю жаңалықтары. Далада еш алаңсыз жүгіру бір бөлек, ал көп қабатты ғимараттағы баспалдақпен жүгірудің жүгі екі есе ауыр. Спортты жанына серік етіп, салауатты өмір салтын ұстанатын жандар демалыс күндері бірінші вертикалды жүгіру шарасын өткізді. Жас ерекшеліктеріне қарай бақ сынаған спортшылардың бәсекесіне біздің тілшілер де барып қайтқан болады. Вертикалды жүгіру додасында бақ сынауға үмітті жандар бұл күні таңертеңнен ерте тұрып, бірден дене қыздыру жаттығуларына кірісіп кетті. Бұл сайысқа қатысатындар кәсіби болмаса әуесқой спортшылар деп бөлінбейді. Салауатты өмір салтын жанына серік еткендердің барлығы өнерін ортаға салады. Сонымен уақыт келіп көптен күткен жүгіру жарысы да басталды. Бұл сайыста биікке жүгіретін желаяқтар 23 қабатты ғимараттағы 600 баспалдақты артта қалдырып, әлемдік көрсеткіштерді жаңартуға бел буды. Қазіргі таңда салауатты өмір салтын ұстанатын жандардың көпшілігі спортпен айналысқанмен оның жемісін көре алмайды. Ал біз ұйымдастырған вертикалды жүгіру сайысы олардың жеңіске жетіп, жүлделі орындарға ие болуына септігін тигізеді. Қазақстан тарихында алғаш рет өткізіліп отырған спорт сайысында 100-ден астам үміткер бақ сынады. Әртүрлі категорияда додаға түскен әуесқой спортшылардың ішінде жасы 68-ге келген қария да бой көрсетті. Марат Балтабаев есімді жеңіл атлетші 600 баспалдақты 3 минут 41 секундта бағындырған. 68 марафон жүгірдім, 42 шақырым 195 метр. Вообще ғұмырымда мен көптен жүгіріп келеді бала кезімнен. Общий объем менің это 140 мың шақырым. Жерді мен үш айналып сияқты болдым. Ал әйелдер жарысында 36 мен 45 жас аралығындағы қатысушылардан Алма Рулас бірінші орынды еншіледі. Это не мой профиль. Жалпы мен жүгіруден кәсіби маман емеспін, велошабандозбын, бірақ ең бастысы ниет болуы керек. Нәтижесінде осындай жетістікке қол жеткіздім. Сондықтан барлықтарыңызға спортпен шұғылдануға кеңес беремін. Я желаю всем заниматься спортом. Биыл бірінші жалауын көтерген аталмыш жарыс алдағы уақытта жыл сайын өтетін спорт додасына айналмақ. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, Никита Хасанов, ревью жаңалықтары. Кез келген адам саяхаттағанды жақсы көреді. Арманына асыққандар тіпті ешқандай тосқауылды елемей, жаяу болса